белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың тоқалымен бірге жүрген тойдағы видеосы желіде тарады. Мұнда көріп тұрғаныңыздай атақты әншілер, актерлар барлығы бар. Бұл дегеніміз Тұрсынбектің тоқалының бар болғанын бүкілі білген. Бірақ ол халыққа жария салмай жүрген. Бұл видеода көріп тұрғанымыздай Тұрсынбек тоқалының інісінің баласының тұсаукесер тойына барған. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде Қайрат Әділгерейді, Нұрлан Еспановты, Мейрамбек Бесбаевты да сол сияқты атақты адамдарды байқауымызға болады. Осы сәтте Мөлдірге қаншалықты ауыр болды екен. Жақында біліп қалдым, телефондарын барлығын блокқа қойыпты. Балдардың ба? Онда мен реанимация жаққа кірейін, сіз мен номерін жазып алыңыз деп, дәрігердің өстіп жүрген 20 жыл болыпты ғой, Аллаға шүкір. Тағы 40 жыл қызмет етуге дайынмын. Сосын демаламыз. Естеріңде болсын деймін. Мен қыздарымның құлағын әлі тескен жоқпын сырғалар. Сырға жоқ үш қызда да. Неге? Мен айтам, қазақта сырға салу деген бар. Сол уақытта сырға салуға келгенде, сол кезде құлағын тесіп құлағыңа сырға тағып берем. Сол кезде бірінші сырғаны сол жақтағылар келіп тақсын. Сырға салу деген солдан шыққан шығар деп ойлаймын. Керек емес сендердің жаңағы мектепте оқып жүргенде, университетте оқып жүргенде әр нәрсені құлақтарына іліп алып, шауып жүрген. Күйеуге шыққаннан кейін де үлгересіңдер тағып. Дискотека категорически запрещается. Қатал әкесің ғой. Современный киініңдер, бұлай кәдімгі ел қатарлы жүріңдер. Бірақ не, сосын мен 3 қызыма да қазыдан бастап миына құйып жатырмын. Жігітті өзім тауып беремін. Шын ба? Иә, өйткені қазір қыздар деген сол уақытта соқыр ғой. Енді мен білем, енді талайымыз енді соқыр болып жақсы әйелдеріміз нелерімізді алып алдық қой енді жақсы. Зато Инстаграмда отырып алып жігіт іздемейді. Папам тауып береді. Мен қызым айтамын, так кім тауып береді саған? 13-тегі қызым ғой. Папа сіздің алып бергеніне күйеуге шығамын дейді. Мен айтамын, любой мөлдір жанымда. Сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Алғашқы концерт, помню, мөлдір екеуміз жасағанбыз. Алғашқы концерт 2009 жылы. Жеке концертімді да, алғашқы жеке концерт 2009-да. Содан не керек? Сөйтіп мөлдір екеуміз билет жазғанбыз. Отырып билет жазып, ол кезде билет толтырамыз. Қатар-қатарды толтырасын. Бірдеңесінші қатары, 8-ші орын, 5-ші орын, бірдеңе орын, балкон деп өзің қолмен жазасың, как положено, бәрі. Содан кейін ол билетті апарып конгресс-холлға кассаға тапсырдық. Концерт пирамида, бірақ кассы конгресс-холлда өзі сондай болды ғой бір уақыттары. Кассының конгресс